Жалпы бізде инсульттың екі негізгі түрі бар. Ишемиялық инсульт миға қан жеткізетін артерия бітеліп, қан ағымы төмендегенде дамиды. Екінші геморрагиялық инсульт. Ол мидағы артерия жарылып, айналаға қан жиылып, ми тінін зақымдағанда пайда болады. Екеуінің ішінде ишемиялық инсульт әлде қайда жиі кездеседі және зақым көлемі зақымдалған ми аймағы мен қан ағымының қанша уақыт бойы төмен болғанына байланысты. Егер белгілер өздігінен 24 сағат ішінде қайта қалпына келсе, оны транзиторлық ишемиялық шабуыл деп атайды. Бұл кезде ұзақ мерзімді неврологиялық кемістіктер болмайды. Ми анатомиясының негізгі элементтеріне келетін болсақ, бірінші үлкен ми, яғни церебрум. Ол екі жартышарға бөлінген, сол және оң, әр қайсысының сыртында ми қыртысы кортекс болады. Ми қыртысы негізгі 4 бөліктен тұрады: лобтық, яғни фронтальды, париетальдық, темпоральдық және оксипитальдық. Келесі бізде мынау жасыл түсте берілген церебеллум, яғни миышық, одан кейін бар бізде брейнстем, яғни сопақша ми. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, оң жақ жартышар сол жақ денені, сол жартышар оң жақ денені басқарады. Келесі бізде фронтальды бөліктің қызметіне келетін болсақ, қозғалысты басқару және басқарушы функциялар, яғни шешім қабылдау. Париетальдық бөлік сезім, ақпаратты өңдеу, кеңістікте бағдарлау. Келесі бізде темпоральдық бөлік есту, сезу, есте сақтау, адам жүзін тану және тілге жауап береді. Оксипитальдық бөлік бізде көру функциясын атқарады. Келесі бізде миышық, бұлшық үйлесімділігі мен тепе-теңдікті реттеуге қатысады. Сопақша ми, жүрек соғысы, қан қысымы, тыныс алу, ас қорыту және сана секілді өмірге маңызды функцияларды бақылайды. Енді мидың қанмен қамтамасыз етілуіне келетін болсақ, бірінші ішкі каротидті артериялар, internal carotid arteries, сол және оң жақтан келеді. Омыртқа артериялары, vertebral arteries, сол және оң жақтан жиналып, негізгі артерияны, яғни базилярлы артерияны құрайды. Ішкі каротид артериялар орта ми артерияларына айналып, лобтық, париетальдық және темпоральдық бөліктердің бүйірлік аймақтарын қоректендіреді. Әр ішкі каротидтен сонымен қатар алдыңғы ми артериясы шығып, лобтық және париетальдық бөліктердің ортаңғы аймағын қамтамасыз етеді. Ол екі жағынан алдыңғы байланыс артериясы, яғни anterior communicating artery арқылы қосылады. Омыртқа мен негізгі артериялар миышық пен сопақша миға тармақ береді. Негізгі артерия соңында оң және сол артқы ми артерияларына, яғни posterior cerebral arteries бөлініп, оксипитальдық бөлікті, темпоральдық бөліктің кейбір аймақтарын және таламусты қоректендіреді. Ішкі каротидтен басқа әр жаққа шығатын артқы байланыс артериясы, яғни posterior communicating artery бар. Енді осы артериялардың барлығы бір-бірімен байланысып, бізде Виллис шеңберін түзеді. Енді осы Виллис шеңбері арқылы негізгі базилярлы және байланыс коммуникативті артериялар шеңбер жасап, бір жақтағы қан тамырында бітелу болғанда, қан ағыны екінші жаққа айналып өтуіне мүмкіндік береді. Және қан ағымы біртіндеп төмендегенде балама коллатеральды айналым дамып, зақымдану қаупі азаяды. Бірақ қан жеткілікті тіннің қажеттілігінен төмен деңгейге түссе, ми тінін зақымдап, ишемиялық инсульт тудыруы мүмкін. Ендігі кезекте ишемиялық инсульттің патогенезінің негізгі механизміне тоқталатын болсақ, бірінші бізде эндотелий жасушаларының дисфункциясынан бастайық. Мысалы, біз артерияның ішкі қабаты туника интиманы білеміз. Түрлі сыртқы факторлардың әсерінен туника интима тітіркеніп қабынады. Мысалы, темекі түтініндегі токсиндер эндотелийді зақымдап, ол жерде бізде атеросклеротикалық платформа немесе пластина түзіле бастайды. Бұл бөлікте май, холестерин, ақуыздар, кальций және иммундық жасушалар жиналып, артериялық қан ағымын бөгеп қоятын бляшка түзеді. Бұл бляшка екі бөліктен тұрады: жұмсақ, ірімшік тәрізді ішкі бөлік және талшықты қақпақ деп аталатын қатты сыртқы қабат. Инсульттың ең жиі пайда болатын аймақтарына келетін болсақ, ішкі каротидтік және ортаңғы ми артериялары атеросклероздың ең жиі пайда болатын аймақтары. Алайда бляшкалардың баяу жиналуы әдетте жылдарға созылып, артерияны тек жартылай бітеді. Сондықтан инсульттар артерияның толық немесе жартылай бітелуінен пайда болады.
Ендігі кезекте біз пайда болған бляшкалардың жарылу механизміне келетін болсақ, ең алдымен осындай қан ағымында түрлі көлемді бляшкалар пайда болады. Бұл бляшкаларды қан ағыны механикалық күшпен үнемі қысып тұрады. Шағын бляшкалар қауіпті, себебі талшықтық қақпағы ірі бляшкаларға қарағанда жұмсақ, сондықтан жиі жарылып қалады. Қақпақ жарылған кезде ішкі ірімшік тәрізді массасы қан ағымына ашылып, тез тромб түзілуіне алып келеді. Тромбоциттер ашылған бляшка бетіне жабысып, қан ұюын күшейтетін заттар бөліп шығарады. Бірнеше секундтың ішінде артерия толық бітелуі керек. Эмболиялық инсульттың пайда болу механизмі. Эмболиялық инсульт бляшкадан немесе жүректен бөлініп шыққан тромбтың қан ағымымен жүріп, төменгі диаметрлі артерияларға, яғни артериолаларға немесе капиллярларға тығындалуынан пайда болады. Мұндай тромбтар көбіне атеросклероз ошақтарынан туындайды. Кей жағдайларда жүректен де туындауы мүмкін. Жүректен туындайтын жағдайға келетін болсақ, мысалы, жүрекшедегі қан айналым баяулаған кезде, мысалы, атриялық фибрилляцияда немесе миокард инфарктінен кейін қалыптасуы мүмкін. Сол жақ жүрекшеде түзіліп қалған тромб сол қарыншаға барып, одан әрі миды қоректендіретін артерияларға өтеді. Егер тромб төмен қысымды тамырларда немесе оң жүрекшеде түзілсе, ол өкпе капиллярларында қалады және миды зақымдамайды. Дегенмен атриальды септальды бұзылыстар бар. Мысалы, жүрек ортасындағы тесіктің болуы. Бұл кезде тромб оң жақтан сол жаққа өтіп, өкпе айналымын айналып өте алады да мидағы артерияны бітей береді. Осылайша жүректі айналып, миға өтіп кете алады. Келесі кезекте бізде лакунарлы инсульт. Лакунарлы инсульт ол ортаңғы ми артериясының терең тармақтарын, сонымен қатар базальды ганглияларды қанмен қамтамасыз ететін артерияларды зақымдайды. Лакуна ұяшық деген, яғни микроскопта соған ұқсас тінде сұйықтық толы кішігірім шұңқырлар, яғни киста тәрізді құрылымдардың қалыптасуымен сипатталады. Лакунарлы инсульт көбіне гиалиндік атеросклероз нәтижесінде дамиды. Артерия қабырғалары ақуызға толып, қалыңдайды да қуысы тарылып қалады. Бұл жағдай негізінен гипертониктерде немесе қан диабетімен ауыратын науқастарда пайда болады. Келесі кезекте бізде шоктық инфаркт. Шок немесе дененің жалпы қан қысымы төмендеген кезде ағзаның барлық аймақтарында қан азайып, ең соңында қан ағымы әлсіздейді. Ми ішінде ең соңғы қан жететін аймақтар бар, яғни олар әртүрлі артериялардың қызмет ететін шекаралары. Мұндай аймақтарда қан жеткіліксіздігі ең қатты байқалып, зақым шоктық инфаркт деп аталынады. Енді біз ишемиялық инсульттың пайда болатын негізгі екі аймағына тоқталатын болсақ. Бірінші аймағы ишемиялық ядро. Қанмен қамтамасыз етілуі толығымен төмендеп, тез арада қайтымсыз өліп қалатын ми тіні. Екінші аймақ ишемиялық пенумбра. Негізгі ядроны қоршап жатқан коллатеральды қан айналымы арқылы уақытша қоректенетін және емдеу шаралары нәтижесінде аман қалуы мүмкін аймақ. Ишемиялық инсульттің түріне қарамастан, ми жасушаларына тұрақты глюкоза мен оттегінің келуі тоқтағанда, бірнеше минут ішінде жасушалар энергиядан айырылып, ішіндегі натрий мен кальций деңгейі күрт артып кетеді. Натрийдің көбеюі суды өзіне тартып, жасуша ісініп кетеді. Бұл цитотоксикалық ісіну деп аталынады. Ал кальцийдің артуы реактивті оттек радикалдарының түзілуіне әкеледі. Бұл радикалдар митохондрия мен лизозомалардың мембраналарын зақымдайды. Зақымдалған органоидтардан апоптозды қоздыратын факторлар мен ыдыратушы ферменттер жасуша сыртына шығып кетеді. 4-6 сағаттың ішінде не болады? Иммундық жасушалар өліп жатқан тіндерді тазалап, қабынуды бастайды. Бұл қабыну гематоэнцефальдық тосқауылды бұзады. Соның салдарынан ақуыздар мен сұйықтық ми тініне өтеді. Бұл вазогендік ісіну деп аталынады. Ісінудің салдарынан бассүйек кеңістігі шектеулі болғандықтан ісінген ми тіні сау жаққа қарай ығысады. Бұл жағдайлар бізде цингуляттық және ункалдық грыжа деп аталынады. Немесе сопақша миға қысым түсіретін церебеллярлық танзилярлы грыжа дамуы мүмкін. Бұл өте қауіпті, себебі тыныс алу мен ес жоғалуы мүмкін.
Келесі инсульттың белгілеріне тоқтайтын болсақ, егер алдыңғы ортаңғы ми артериясы зақымдалатын болса, дененің бір жағында әлсіздік, жансыздану пайда болады. Сол жақ маңдай бөлігінің брок аймағы зақымдалатын болса, сөйлеудің бұзылуы, афазия туады. Егер сол жақ самай бөлігіндегі вернике аймағы зақымдалатын болса, сөйлеуді түсіну қиындайды. Артқы ми артериясы зақымдалса, көру бұзылады. Келесі бізде инсульттің негізгі белгілерін есте сақтау үшін бізде FAST сөзін жаттап алсақ болады. FAST сөзіндегі F – face drooping, беттің асимметриясы, A – arm weakness, қолдың әлсіздігі, S – speech difficulty, сөйлеудің бұзылуы, T – time, уақыт, яғни уақытты жоғалтпау, шұғыл көмек көрсету деген мағынада. Келесі диагностикалау үшін КТ немесе МРТ қолданылады. Олар инсульттың орналасқан жерін, көлемін және түрін нақты анықтайды. Жасушалардың зақымдануын болдырмау және науқастың толық сауығу мүмкіндігін арттыру үшін инсультті мүмкіндігінше ерте анықтау қажет. Сонымен қатар ангиография артерия ішіне контрастты зат енгізіп, қан ағымы тоқтаған нақты орынды көрсетеді. Флэйр МРТ деген әдіс бар, ол жаңа инсультті ескісінен ажыратуға мүмкіндік береді. Емдеу. Ишемиялық инсульт кезінде басты мақсат қан айналымын қалпына келтіру, әсіресе пенумбра аймағын құтқару үшін. Әр минут маңызды. Ең бірінші қанның табиғи тромб еру механизмін іске қосатын тромболитикалық фермент тіндік плазминоген активаторы, яғни TPA-ді береміз. Бірақ бұл препарат уақыт шектеумен беріледі, әдетте 4-5 сағат ішінде. Аспирин тромботиттердің жиналып жаңа тромб түзілуіне жол бермейді. Егер TPA көмектеспесе, хирургиялық араласулар қолданылады. Ең бірінші инвазивті әдіс мерси. Артерияға сым енгізіліп, тромб ұсталып, сыртқа шығарылады. Келесі әдіс бізде копи. Әдісі сым тромбты ұсақтап, фрагменттерін сорып алады. Инсульт болғаннан кейін екінші инсульттың пайда болу қаупі өте жоғары. Сондықтан тәуекел факторларын азайту маңызды. Темекіні тастау, қан қысымын қалыптастыру, жаман холестерин деңгейін бақылау, қан диабетін дұрыс емдеу. Кей жағдайларда артерияларды тазарту үшін хирургиялық операциялар қажет болады. Каротидті эндотерэктомия, ішкі ұйқы артериясы ашылып, бляшкалар алынып тасталады. Немесе стенд орнатылып, артерия ашық күйінде ұсталады. Осымен видеомыз тәмам. Қолдап лайк басып кетіңіздер.